Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді жер жаңа қосылған печеньенің жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, үгітілмелі, хош иісті болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қамырына керекті заттар ұн, қант, сары май, қопсытқыш, жұмыртқа және тұз. Ең алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Тұзды саламыз, қантты саламыз, миксермен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Сонан соң қопсытқышты ұнға салып, араластырып аламыз. Ұнды електен өткізіп барып қолданамыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Ұнды аз-аздан сала отырып, силиконды лопаткамен араластырамыз. Осы өлшеп алынған ұннан дастарханға аздап ұн себеміз. Қамырымызды ыдыстан алып, видеодағыдай қолмен иілейміз. Бізде жұмсақ, үгітілмелі қамыр шығады. Мінекей қолға жабыспайтын қамыр дайын. Дайын болған қамырды пергамент қағаздың үстіне жаямыз. Ұн пайдаланбаймыз, қамырдың жұқалығы 5-6 мм болады. Арнайы формамен немесе стаканның көмегімен печеньенің формасын жасаймыз. Барлық кесілген қамырдың ортаңғы бөлігін видеодағыдай жасап шығамыз. Артық қамырларды қайтадан жайып, дәл осылай жасаймыз. Дайын болған қамырларды мұздатқышқа 15-20 минутқа салып қоямыз. Артық қалған қамырларды қайтадан жайып, формасын жасап, мұздатқышқа саламыз. Енді жер жаңғақты ұсақтап аламыз. Жер жаңғақты ыдысқа салып, бір жұмыртқаны шайқап, дайындап аламыз. Тоңазытқыштан шыққан қамыр пайдалануға ыңғайлы. Ең алдымен бетіне жұмыртқаны жағамыз. Ұсақталған жер жаңғаққа батырамыз. Осылай барлығын қайталап шығамыз. Дайын болған қамырларды формаға пергамент қағазын төсеп, немесе сары май жағып саламыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, хош иісті үгітілмелі печеньеміз дайын. Жасалу жолы өте оңай, әрі қарапайым. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Алғаш жасағаннан мінсіз болып шығады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.